Қайырлы күн, достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге балаларымыз сүйіп жейтін коржиктардың рецептін ұсынамын. Қарапайым сүттен жасалынады, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Құрамы үйде бар заттан дайындалынады. Жасап көріңіздер. Алдымен бөлек ыдысқа шекер мен ыстық сүтті құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бір шетке қойып, бөлек ыдысқа жұмсақ сары май, оның үстінен бір жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін жаңағы дайындап алған сүт пен шекерімізді үстіне құйып, араластырып, оның үстінен 1,5 шай қасық қопсытқыш саламыз. Және де ванилин саламыз. Ванилинді салмауға да болады, қалауларыңызша. Егер үйде болмаған жағдайда қоспасаңыздар болады. Жақсылап араластырып алып, 300 немесе 350 грамм ұн саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың консистенциясына байланысты әркімде әртүрлі көлем болады. Араластырып алып, жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысқыш, жұмсақ болып шығады. Міне видеодағыдай болып шығады. Қараңыздар, қолыма кішкене жабысуда менің. Міне осылай қамырымызды илеп алғаннан кейін пакетке салып, холодильникке, яғни тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін тоңазытқыштан қамырымызды аламыз, пакетінен босатып, қамыр жаятын жерге қойып, кішкене ұн себелеп, оқтаудың көмегімен қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне қамырымыз қолмен басқанда өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырдың формасын әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Мен дөңгелек форманы қолдандым. Қамырымызды қатты жұқа етпей 5 мм-де етіп жайып аламыз. Міне осылай формаларыңыз болса кесіп алыңыздар, немесе кез келген дөңгелек затпен кесуге болады. Осы жерде достар, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кесіп алған қамырымыз міне осындай болып шығады, достар. Жан-жағындағы артық қамырларды алып, қайтадан жайып, осылай коржи жасауға болады. Барлығын кесіп алғаннан кейін табаға пергамент қағазын төсеп, барлық коржды орналастырып шығамыз. Көмекке кішкентай қыздарыңызды шақырсаңыздар болады. Балалардың дамуына өте көмегін тигізеді. Барлығын қойып алғаннан кейін жұмыртқаның сары уызын жақсылап коржиктарымыздың бетіне жағып шығамыз. Барлығына жағып алғаннан кейін мен шанышқының көмегімен коржигіміздің бетіне сән беру үшін узорлар жасап шықтым. Қалауларыңызша басқа да затпен жасасаңыздар болады. Өздеріңізге ұнаған бойынша коржикті басқа да формада жасап шығуға болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 12-15 минутта пісіріп аламыз. Өте оңай, өте тез піседі, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне, достар, біздің коржиктарымыз дайын. Балаларыңызға жасап көріңіздер. Өте оңай құраммен жасалынады. Дәмі керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.